басамыз үстінен. Ашамыз и солға бұраймыз. Так, мына жерге саламыз. Былайынан саламыз. Молодец, болды. Так, 92. Міне, извините, пистолет не работает дейді. Мынаны аламыз, міне, работает деген. Шығарамыз пистолетті и мына жаққа саламыз. Қалай, күшті үйретіп ба? Күшті үйретіп деп айтып қойсайшы. Міне, мынаны фиксатор дейді. Қараңыз, көрдіңіз ана фиксаторды? Жақсылап қараса, сотканы былай ұстап тұрыңыз, көрермендер көрсін, фиксаторды қараңыз, басамыз, тартамыз. Оң қолды аламыз, сосын сол қолды аламыз. Түсінікті ғой да? Вот, мынаны бері қарай тартып шығарып жүрмеңіз, просто бүйтіп басамыз, тартамыз. Мына фиксатор қолды соңында аламыз. Давайте, сіздің кезегіңіз. Ал таң қалдырыңыз мені. Давайте. Басамыз. Жоқ. Ой, сармышық. Фиксаторды ұстап тұрамыз. Фиксатор тартамыз. Фиксатор тарттық па? Мына қолды жібермеңіз, оң қолды алып тастаңыз. Енді ана қолды аламыз. Бісміллә деп алыңыз. Болды, кетті. Әдемі. Бері қарай қараймыз. Ана жерге көрдіңіз ба? Машина ремонттауға болмайды, темекі шекпе деген көрдіңіз ғой да? Ұялы телефон пайдаланбасын, Ерболдан басқа деп қойыпты. Машинені сөндір деген. Внимание, за срыв пистолета штраф дейді. Жанама айнада мынаны алдыңыз ба, алмадыңыз ба, заправщик мырзалар қарамайтын болсаңыз, 50 мың теңгені лақтырып кетесің мына жігітке. Болмаса көкеме лақтырып кетесіз. Ары қарай, мына жерде бізде баға шығады, қазір 10 мың теңге құятын болсаңыз, 10 мың теңге, мына жерде литр, мына жерде цена за литр шығады. Енді колонканың нөмірін іздейміз. Қай колонка деп жазылып тұр? 3-ші колонка 92, 10 мың теңге дейсіз. Түсіңіз ғой да? Болды, ар жаққа барасыз. Сәлем айтыңыз сол жақтағыларға. Давайте, 180 мен туда обратно.